Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді синнабонның рецептімен бөлісемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Біздің ең басты мақсатымыз барлық құрғақ ингредиентті араластырып, оған сұйық ингредиентті қосу. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын қосып, жай ғана жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысады, ештеңе етпейді. Оны 15-20 минутқа дем алдыруға қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дем алды, қолға жабыспайды. Енді кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Тік 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Егер де сіз бұл қамырмен одан да көбірек синнабоны жасағыларыңыз келсе, онда тағы да кішкене жұқалап жайып шықсаңыз, көп мөлшерде шығады. Бөлме температурасындағы сары майды жағамыз. Дәл осылай. Одан кейін қантқа даршынды, яғни корицаны қосып, араластырасыз да жайылған қамырдың үстіне сеуіп шығамыз. Енді рулет ораймыз. Орап болғаннан кейін шеттерін кішкене осылай жабыстырамыз да, қарапайым жіптің көмегімен синнабонды кесіп шығамыз. Сіз қаласаңыз пышақпен кессеңіздер болады, бірақ жіппен өте оңайырақ болады. Енді формамызға синнабонды араларын кішкене ашып салсаңыздар. Өйткені бұл жаңағы қамыр қазір жылы бөлмеде, жылы температурада көтерілгенде бір-біріне жабысады да, өте әдемі болып шығады. Жылы жерге 1,5-2 сағатқа бетін сүлгімен жауып қойып қоямыз. Мінеке достар, біздің синнабондарымыз 2 есе көтерілді. Қызып тұрған пеште қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Қаймаққа қантты қосып, оны толық ерігенге дейін 3-4 минут араластырып шығамыз. Ыстықтай синнабонның үстіне кремімізді толық құйып шығамыз. Сіздер крем жақпасаңыздар да, бұл синнабондар өте дәмді болып шығады достар. Мінеке достар, біздің синнабондарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.